Ассаламу алейкум, қадірменді қазақ елі. Алтау облысы мынау Жезқазған қаласы мен Сәтпай қаласының мемлекеттік маңызы бар жолдары. Сосын Сәтпай қаласының ішінің жолы, Жезқазған қаласының ішінің жолы сақталу, жолдарын сақтап қалу мақсатында Қызылорда Жезқазған бағытында салынып атқан автокөлік жолы, магистральдің құрылысына тасылып атқан тастың тасымалдауы осы айналма жолмен атқарылып жатыр қазіргі таңда. Ол менің көтерген мәселем болатын. Нақты қазіргі таңда осы жолда мынандай қауіпті аймақтарға алыс жақыннан келген жерлестеріміз зардап шегіп жатыр. Не тапсырыс беруші, тас сатып алушы Қытай мекемесінен, Қытай мемлекетінің мекемелерінен, не нақты Қазақстан Республикасының көлік министрлігіне қатысты Қазавтожол мекемесі нақты осы жолға тапсырыс беруші. Сол кісілердің тарапынан ешқандай қамқорлық, ешқандай жанашырлық жоқ. Тас тасып атқан азаматтар жандарын шүберекке түйіп, мынандай жағдайда жұмыстарын жасап жатыр. Қазір көрсетем, мен арма қарай бара алмадым. Көлігім төмен, өте алмаймын жерден. Сол себепті ар жағында үшінші кен байыту фабрикасының жанынан шығатын жолдан бастап жаңа жылдан бері 19 күнде 12 көлік аударылған. Қолда бар ғой, міне, жан жақта жатыр. Осындай инертті материалдарды сеуіп тастап, тайғақтың бетін алуға болады ғой. Әр қазағым жағызым деген ұстанымда не Қытай мемлекетінен келген мердігерлерге уәж айтылып жатқан жоқ, не тапсырыс беруші мемлекеттік мекеме Қазавтожол тарапынан атқарылып атқан жағдай жоқ. Мынау ғой, енді қатты боран болған жоқ. Биыл Құдайға шүкір, Алла тағала күнін беріп тұр. Соның өзінде жағдай осындай. Осыған облыс көлеміндегі атқарушы билік өкілдері, болмаса мемлекеттік көлік министрлігі тарапынан қадағалау жасап, осы өзіміздің шамалақ